Бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тіледім. Жан-жақты келіннің бір күндік влогы. Таңертең ерте тұрамын да Томиристі өзінің таксиіне, жалдап қойған таксиіне салып жіберемін садикке. Өзі апарып тастайды. Потом өзімнің бет күтіміме де уход жасаймын, қыздар. Білесіздер, уже 30-дан кейін әжімдер түсе бастайды екен. Сөйтіп бет күтімін жасап алдым да, дальше өзімнің үйдегі шаруаларыма кірістім. Ең бірінші біз нан ашытамыз. Таңғы 7-де тұрсам да, 8-де тұрсам да. Себебі бізде магазиннің нанын онша ұната бермейді үйдегі адамдар, үлкен кісілер. Жаңағыдай қиқымы түсіп, жаңағыдай жегендей болмайсың ғой, бір сөзбен айтқанда. Сондықтан қолдың нанына жетпейді деп ерінбей 2 күнде 4 нан, 5 нан солай жауып тұрамын, пісіріп. Сөйтіп тез мына жердің барлығын реттеп, одан кейін таңғы астарын берейін дедім. Үйдегілердің барлықтарының жақсылап тұрып, барлығының қарындарын тойғызып барып, соңында ішкенді жақсы көремін. Мына жерде Аяшкада уже 2-ге толады, апрельде Құдай қаласа, соны садикке берсем ба деп ойлап жүрмін. Әйтпесе деген үйде деген іші пысып, ананы мынаны шкафтағы жаңағыдай макарон, күріш барлығын бөлдіріп жерге төгіп тастайды. Сонымен маған екінші жұмыс тауып береді ғой Аяшка. Сөйтімде атаға келіп, атаны тұрғызып, тез тамақтарын, шайларын беріп алайын дедім. Кейде қол істемей қалады, сондықтан өзім тамақ беремін ше, түсіріп, жан-жағына төгіп алмасын, күйіп қалмасын деп. Сол негізі Томиристі барлықтарыңыз айтып жатсыз ғой, неге бұзық дей бересіз сол қызыңызды деп. Енді атының өзі айтып тұр ғой, Томирис деп қойғанбыз ғой, атына зат сай деген рас екен. Сол сөзді енді түсініп жатырмын, себебі атына сай жаңағыдай батыр, ештеңеден қорықпайды, тайсалмайды. Ананы да ұрып бара жатыр, мынаны да бүкіл жерді бүлдіріп бара жатыр ғой. Үйде атаның да мазасын алады, кішкентайының шашын жұлады, одан менің мазамды алып жылай береді. Білмеймін, кішкентайынан сондай жылауық ше. Кейбір балалар сондай бола ма, осындай ырымда жасап көріңіз деп те маған көп кісілер айтқан болатын. Жаңа галошпен аузын ұру керек, жылай берсе деп. Оны да бүкілін істедік қой, нағашысы өсту керек, былай істеу керек дегендей. Соның барлық қазақтың енді ырымдарын қалдырмай қарап істеп жатырмыз, бірақ сонда да жылауын қоймайды ғой. Сонымен енді кір жиналып қалған, енді үлкен кісілер, денсаулығы жоқ кісілер болғаннан кейін 4 бала шағаның кірі бар, аталардың кірі. Сөйтіп күнде негізі күнде жуамыз кірді ше. 2 күнде бір, кейде қолым босамай қалғанда солай кірдің барлығын осылай машинкаға салып қойдым. Алдында негізі полуавтомат етін, суды тасимыз, оны төгеміз, проблемасы көп етін. Өзім үшін осы жолы автомат кір машинка алып алдым, жұмысымды азайта берейін деп ше. Сонымен мына жерде қайнаған біраздан бері, 2-3 күннен бері айтып жүрген сақалымды, шашымды, тырнағымды алып бер келін деп. Осы жолы алып бермесем ұят болады дедім. Уже 4-ші күнде, білмеймін, бір күні қонақ келіп қалады, бір күні үйдің шаруасы бар, бір күні өзім шаруам шығып қалады дегенде ғой, енді үлгере алмай кетесің кейде. Сөйтіп бұл жолы тез шампунда бастарын, шаштарын бүкілін алып, құлақтарын, жаңа тырнақтарын тазалап бердім қайнағамның. Енді денсаулығы жоқ болғаннан кейін барлықтарың сұрайды кестер, еще мен қайнағамды ше, сіздің қасыңызда отырған кезде неге құлағын шұқи береді, осы кісінің құлағы ауыра ма, неге емдетпейсіз, или болмаса маз жақпайсыз деп, маздардың да атын айтып кетеді оқырмандарым ше. Енді мен қанша комментарийдің астында енді жазып та жүрмін кейде ше, кейде енді барлық комментарийларға жауап та беріп үлгере алмай қаласың ғой. Бұл кісіде әдет болған, құлағын жаңағыдай кішкентайынан сөйтіп мыжып ұстап отыратындай құлағының несі бар ғой, шеміршек дей ма не дейді, сол жұқа жерін, сол әдет болған, оны қоймайды, білесіздер ғой, ауру қалса да әдет қалмайды деп. Сондықтан ол кішкентайынан ол кісі сондай, ешқандай да құлағы шер ауырмайды, баняға кәдімгідей жолдасым апарып тұрады, құлағын тазалап тұрамыз деген секілді ғой. Енді көп оқырманым жаңа тиктокта да, инстаграмда да маған жазып жатады. Соны осы видео арқылы сіздерге айтып өтейінші деп едім. Ешқандай да құлағы ауырмайды, өзінің әдеті сондай, оны енді қоймайды. Қазір уже 40-қа келіп қалды мен қайнағам. Сол сөйтімде үйдің тірлігі бітпейді әйел адамның. Сонымен үйлерді жинастырып алайын дедім. Булочкин барлығын аштық қойдым да, енді кешке бәрі дайын тұрсын деп ше. Балалар жейді ғой демалыста, үйде болғандықтан көбінесе балаларға тәтті анау-мынау пісіріп берген жақсы көремін өзім демалыс күні ше. Үйдің барлығын уборка істеп алдым, сыпырғышпен жаңа мусорларды алып алдым. Диванның астына мусор тыға береді ғой, кішкентай кезімізде өзімізде сондай едік қой. Конфет жесек те мамамыздан қорқып тығып ше, ана дивандардың астына немесе кілемдердің астына тығып тастай беретінбіз. Қазір енді өзімнің басынан өтіп жатыр. Негізі ананы жаңағыдай балалы болғанда түсінесің деген рас екен ғой. Қазір өзіміз нервштетіп балаларға ұрсып сөйтіп отырамыз ғой, жинап жүріңдер деп арттарыңды. Сонымен мынанда пилисос алғам, өткенде күшті екен, осыны көп сұрап жатыр, су құйып істейсіз ба деп. Жоқ, ешқандай да су құймайсыз, сухой кәдімгідей керемет шашқа дейін бүкілін жинап алады. Неше пилисос күшті екен. Сосын
менен енді көбісі сұрап жатыр жаңағыдай жолдасыңыз көмектеспей ма, жаңағыдай атаңызды жуындырып шайындырып дегенде. Қайнағамды жоқ қыздар, жолдасым, әрине ер адамның көмегі ол деген 100% болады ғой үйде болғаннан кейін. Көбінесе енді жұмыста вахтада болғандықтан 15 күн үйде мен өзім блогымды жүргізгеннен кейін мен күнделікті келіндік өмірімді салам да. Соны тиктокта кейбір оқырмандарым былай жазып жүріпті, немене үнемі өзіңіз қарайсыз, жолдасыңыз қарамай ма, көмектеспей ма деп ше. Көмектеседі әрине, үйде болған кезде өзі көтеріп, жаңағы қайнағамды баняға апарып барлық шаруаны өзі істейді. Қыздар, просто мен сала бермеймін. Менің жолдасым көп видеоға түсе бергенді ұната бермейді. Мен просто енді өзім блогер болғандықтан келіндік влогымды жүргізгеннен кейін көбісі осындай видео салыңызшы, сізде мотивация аламыз, сізге қарап кішкене энергия аламыз дегеннен кейін мен өзімнің өмірімді салып отырамын. Ондай анша-мұнша көп сала бермеймін да, анда-санда бір желанием ашылғанда ғана осындай қылып салып отырамын, бүкіл видеоларды монтаждап. Енді блогер болу да оңай емес, білесіздер. Бір видеоны монтаждау үшін, осылай сөйлеп түсіру үшін тып-тыныш жер керек та. Оған қайдағы мына жақтан атаң сөйлеп қалады, мына жақтан қайнағам, одан бала-шағам төрт жақтан төртеу шулап кетеді ғой. Сонымен бала-шағаны ұйықтатып түнгі 2-3-ге дейін отырып видео монтаждаймын дегендей. Соның барлығы еңбекпен келеді, қыздар. Сосын қара шаңырақта тұрған келіндер негізі мықты болып келеді екен, енді көзім жетіп жатыр да. Себебі енді үлкен шаңырақ болғаннан кейін келім-кетім қонақтар болады. Жаңа енді ауырып жатқан кісілер болсын, жағдайын сұрап келеді, достары дегендей. Әр адамның көңіліне қарап, оларға жаңағыдай мына жақтан сондай моменттерде бір бала-шағаңда ауырып, барлығы қабаттасып, или болмаса өзіңнің мысалы бір жерің ауырып қалады деген адам болғаннан кейін сондай болады ғой. Бірақ соның барлығына жаңағыдай күліп қарсы алып, күліп шығарып салып дегендей, барыңды қойып дастарханға тамағыңды істеп дегендей, сондай көңілді қылып адамдарды қарсы алудың өзі қандай бір күш деймін да. Сондықтан қара шаңырақтағы келіндер негізі мықты болып келеді екен. Қазір енді басында келін болған кезде аңқылдап ананы мынаны істеп, ешқандай сөздерді де мән бермей жүре беруші қой, көңілге алмай. Ал қазір уже қанша жыл опыт болғаннан кейін ба білмеймін, біреудің сөзін көтере алмайсың, уже кішкене анда қарсы сөз айтып қаласың деген секілді. Соның барлығына жақсы жаңағыдай жауап беріп, жақсы шығарып салып дегендей, барлығының көңіліне қарап, көңілінен шығу деген, оның барлығы мықтылық және жауапкершілікті талап етеді екен негізі үйде. Осы қара шаңырақта тұрғаннан кейін өзім қазір түсініп жатырмын да. Енді басында жас болған кезде түсінбейміз, ренжіп қаламыз, анау бірдеңе айтса, анау былай деді дегендей, сондай сөздер көп болатын. Ал қазір барлығын уже білесің, оңды солды, кімнің кім екенін деген секілді ғой. Сол, қыздар, қара шаңырақта тұру да оңай емес, көп жауапкершілік керек. Бұл жерде жаңағыдай бала-шағаң бар, бала-шағаңа да, жолдасыңа да, мына жерде жүрген жаңағы атама, қайнатаң, қайнене деген секілді барлығының көңілін тауып, ол кісілердің жаңағы денсаулықтарына қарап үлгеру керек деген секілді ғой. Көбісі менен сұрап жатады, мотивацияны, энергияны қайдан аласыз? Сізге қарап кәдімгідей бір өзіміздің осы өмірімізге шүкір етеміз деп, жаңағыдай енеміз бар, аяғымен жүріп жүрсе де кейде көңіліміз толмай жатады, бірақ сіздікі біздің өмірімізден де қандай ауыр болса да соның барлығына төтеп беріп келе жатсыз дегендей, сондай көп сөздер келеді да. Сол, қыздар, барлығы сынақпен келеді, сондықтан ешқандай да мойымау керек. Мен мотивацияны өз-өзіме беремін, ешкімнен ештеңке күтпеймін, тек қана өзімнің еңбегіме, өзімнің 4 бала-шағама қараймын да, энергиямды да, мотивациямды да осылардан аламын. Сол, кешкі асымызды істедім, булочки істедім, печенье істедім, одан манты, чебурек, барлығын қыздар істеп, дастарханға қойып, үйдегілердің барлығы бірінші очередь қарындарын тойдырамын, әйтпесе мазасынан кіріп шығып кетеді ғой. Енді ыдыс аяқтың барлығын осылай жуым керек. Бір күндік влогым осылай өтеді, қыздар. Келесі видеода жолыққанша.